Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға жеңіл, сіңімді, өте дәмді қайнатылып жасалатын борщтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осындай қазанымызға сүйек етімізді салып аламыз. Менде асықты жілік және де осындай жалпақ етті салдым. Қойдың еті, үстіне салқын суымызды құямыз. Менің қазаным 5 литрлік қазан. Қазанның қақпағын жауып қайнағанша қалдырамыз. Міне осылай қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін көбігін барлығын міндетті түрде жақсылап алып аласыздар. Көбігін тазалап алғаннан кейін қақпағын қиғайлай жауып, баяу отта бүлкілдетіп 1,5 сағат қайнатасыздар. Міне менде 1,5 сағат қайнады, ешқандай үстіне су қосқан жоқ. Менде осының үстінен картошкамызды салып, тағы да бір 10-15 минут қайнатып аламыз. Картошкасы піскенше біз қуырмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін табамызға майымызды құйып, бірінші пиязымызды қуырып аламыз қызартып. Кейін корей үкішінен өткізілген сәбізімізді салып қуырамыз. Егер де сіздерде корей үкіші жоқ болатын болса, онда қолмен майдалап, осылай ұзыншалап турауға болады. Сәбізін қуырып алғаннан кейін қызылшамызды салып, араластырамыз және де жарты ас қасық томат пастасын салып, 1 минут аралығында ғана қуырып аламыз. Қатты қуырып жіберудің қажеті жоқ. Үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз да 1-2 минут қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Кейін біздің сорпамыздағы піскен еттерімізді сүзіп аламыз. Үстінен турап дайындап қойған орам жапырағымызды салып араластырамыз. Бетін жауып 10 минут қайнатасыздар. Бүлкілдетіп, қатты қайнатып жібермейсіздер. Осындай немен қайнау керек. Енді 10 минуттан кейін жаңа дайындап қойған қуырмамызды саламыз. Араластырып, бетін жауып, қатты емес, баяу отта бүлкілдетіп, осылайша 5 минут қайнатасыздар. Міне осымен біздің борщымыз дайын. Енді жаңа сүзіп алған еттерімізді майдалап турап, осы борщымыздың үстіне саламыз және де 1-2 тіше сарымсағымызды салып, араластырып, 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін табақтарыңызға құйып ұсынасыздар. Өте дәмді әрі қып-қызыл болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.